Ескі қаланың жаңадан қалыпқа келтірілген саябағында шаһар тұрғындарының қатысуымен қала күніне арналған ауқымды спорттық бағдарлама дайындалған болатын. Ол жерде спортшылар өздерін жарыстың 5 түрінен волейбол, баскетбол, дойбы, шахмат және тоғызқұмалақтан сынап көре алады. Цель отдела физической культуры и спорта и в целом это... Дене тәрбиесі және спорт басқармасының алға қойған басты мақсаты бұл елбасымыздың өз атап өткендей халықты салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Олардың спортқа деген қызығушылығын арттыру, спорттың дамымай жатқан салаларын дамыту. Соңғы уақыттарда шахмат дойбы клубы Теміртау қаласында танымалдылыққа ие болып келеді. Бір қуантарлығы, байқауға бұрынғыдай тек қарттар ғана емес, жастар да қатысқан. Жарыс барысында тоғызқұмалақтан өткен жарыста қызықты өтті. Қала күніне орай өткен спорттық жарыстардың ішінде атап өтуге болатыны волейбол және баскетболдан өткен сайыстар болды. Александр Жданов волейболдан жарысқа қатысты. Ол бүгінгі таңда металлургиялық зауытта қызмет етеді. Александр салауатты өмір салтын ұстанғанды дұрыс деп санайды. Александр тек волейболдан ғана емес, сонымен қатар әуесқой командалардың ішіндегі хоккейде де өнер көрсетеді. У нас собралось 3 команды. Бізде 3 команда жарысқа бақ сынау үшін келді. Олардың құрамында қыздар да, ұлдар да бар. Ойын өте қызықты өтті. Ең мықты деген құрама жеңіске жетті деп ойлаймын. Бастысы көңіл күйіміз тамаша. Собрались очень хорошие команды. Өте мықты құрамалар жиналды. Ойын өте қызықты өтті. Көңіл күйіміз тамаша. Осындай жарыстар жиі ұйымдастырылып тұрса, артық болмас еді. Волейболдан ұйымдастырылған жарыс стандартты схемаға сәйкес өткізілді. Спортшылар өткен әр ойында 25 ұпайға дейін ойнауға тырысты. Жарыста 3-ші орынды жастар командасы жеңіп алды. Миттл командасындағы спортшылар 2-ші орынды иеленсе, турнирдің жеңімпаздары Алмаз командасының мүшелері болды. Ал баскетболдан өткен жарыста 3-ші орынды нөмірі 17-ші орта мектептің командасы алса, 2-ші орынға нөмірі 6-ші мектептің спортшылары жайғасты. Ал Восток мұғалімдер командасы Теміртау қаласы әкімінің кубогы жеңімпаз атанды. Баскетболдан өткен жарыстарға Теміртау қаласы әкімі Ғалым Мәшімов те қатысты. Шаһар әкімінің бұл ісі жас ұрпақ үшін нағыз үлгі іс болды. Сегодня чемпионат проводим города. Бүгін қала деңгейіндегі баскетболдан жарыс өтті. Мен өзім де бұл сайысқа қатыстым. Ойын барысы тамаша өтті деп айта аламын. Ең бастысы, мен өзім де спортшы болғандықтан қала тұрғындарын салауатты өмір салтын ұстануға шақырамын. Спорттық жарыстар жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау салтанатымен аяқталды. Содан кейін әуесқой спортшылар үйлеріне қайтудың орнына ескі қаланың саябағындағы спорттық алаңдарда жүгіріп, секіріп, дайындық жұмыстарын жүргізді.